Мен өмірде Күлімхан апамен мүлде ұқсамайым. Мен өмірде мүлде басқа Лейла Бекназармын. Мен өмірде, шынымды айтсам, Күлімхан апаны өзімнің марқұм болып кеткен Зурақ апамнан танимын. Міне сол кісіге, сол кісінің жүрісін, сол кісінің ой пікірлерін, ойын, қарағанын, бәрін Күлімханның бойына салдым. Негізі мен өмірде мүлде басқа адаммын. Көрермендер инстаграмға маған жазған кезде, ой, Күлімхан апа сияқты менің де енем болса екен, Күлімхан сияқты менің енем бар деген. Айсара, мен ғой Айсара, ой, Балқия ол мен, Мәдөш мен, Қылышбек сияқты ағамыз бар деп көп маған осындай сұхбаттар жазады. Сонан кейін ең бастысы қызығы, қазіргі соңғы кездерде көп адамдар дүниеге нәресте алып келген кезде, қыздар дүниеге келсе, солардың атын Асылым деп қоятын болды. Міне, Асылым, Айсара, Балқия, Қылышбек, Мәдөш, Асқар, Күлімхан бір отбасы. Сіздер сол отбасынан өздеріңізді танисыздар. Бәріміз бір осы қазақ жерінен, қазақ ауылынан біздің ата-бабаларымыз тараған. Ал біздің бойымызда сол қан міндетті түрде бар. Сондықтан да біз ауылдан алыс кеткен жоқпыз. Ал ең жақсы бір жері, көрерменнің бәрі осы Кележанды көрген кезде бәрі өз ауылдарын сағынады. Бәрінде бір ностальгия болады бойларында. Сондықтан да сіздердің барлықтарыңызды жаңа фильміне шақырамыз. Рахаттанып көресіздер. Попкорндарыңызды көп алып қойыңыздар. Сонан кейін өздеріңізбен бірге бөтер амалдарыңызды алып жүріңіздер. Күлкіден шілек-шілектеріңіз қатады.